Бәріңе қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге фигураның екінші түрі продолжение тренда немесе трендтің ары қарай жалғасуы. Осы фигураларды бүгін подробно өтетін боламыз. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Ал ағайындар, бүгінгі өтетін фигуралардың түрі жаңа айтып өткендей продолжение тренда. Продолжение тренданың фигураларын өздеріңіз көріп тұрсыздар ма? Падающий клин, растущий клин, бычий прямоугольник, медвежий прямоугольник, бычий флаг, медвежий флаг. Біріншісін қарастырып өтетін болсақ, падающий клин деген аты негізі қайдан шығып тұр? Падающий клин деген негізінде сразу импульс болған. Импульстан кейін мені көріп тұрсыздар ма? Уровень сопротивлениесі уровень поддержкаға қысылып жатыр да. Уровень поддержка қай жерде пайда болады? Импульсты мысалы бір паттерн деп есептеп алатын болсақ, осының ортасына дейін бұл қысылу керек. Көрдіңіздер ме? Мені ортасына қысылған и ары қарай откат жасап трендті ары қарай жалғастырған. Сопротивлениесі поддержкаға қарай қысып кеп, ары қарай трендті жалғастырып кеткен. Бұны растущий клин дейді. Падающий клин дейді. Ал растущий клин болса, бұл да тура падающий клин сияқты. Мына жерде бір паттерн деп алатын болсақ, осы паттернның ортасына келген уровень көрдіңіздер, міне тиген. Бұл жерде растущий клин, бұл жерде енді уровень поддержкаға бұл уровень поддержка, уровень сопротивлениеге қарай қысылып жатыр. Қысылып кеп бір импульс жасады да төмен қарай кетіп қалды. Бұл жерде бұл уже төмен қарай құлап баратқан трендта. Бізде падающий клин уже жоғары қарай кетіп баратқан тренд болса, растущий клин төмен қарай кетіп бара жатқан тренд. Бычий прямоугольник дейді. Бычий прямоугольник бізде бір паттерн көріп тұрсыздар, бір паттерн, соның бас жағынан құралған импульс болған. Импульстан кейін ішінде кішкентай коридор пайда бола бастаған. Скопление көрдіңіздер ме? Міне бір тиген, екіншісінде уже не ағанда жоғары қарай кеткен. Бұл жерде үшіншісі де болуы мүмкін мына жерде. Бірақ бұл уже келет. Мына жерде біз ставканы алған кезде мына жерде біз үлгереміз да, осы жерден біз үлгереміз. Мына жерден де тегіп алсақ болады, өйткені бұл бычий прямоугольник, бұл уже жоғары қарай кетіп баратқан трендта. Медвежий прямоугольник деген тура бычий прямоугольник сияқты. Импульс, мына жерде скопление бар. Скоплениядан кейін уже мысалы бір тиді, міне екінші тиді, уже екіншіден кейін төмен қарай импульс кеткен. Бұны ешқандай да сіздер жаңағындай алдыңғы фигураларды айтып өткенде бұл жерде ешқандай да двойная гора орындалмаған. Ең бірінші мына жерді қарап үлгеріңіздер. Мен алдында айтқанымдай, егер жаңағы қостаудың төңкерілген түрі болса, мына жерге келу керек еді. Мына осы мойны мына жерге келу керек. Бұл жерге келмеді, значит бұл уже медвежий прямоугольник болып есептелініп кетті. Бычий флаг тоже сондай. Қазір айтып өтем. Міне бізде қазір бір минут. Міне бізде не бар? Импульс бар. Импульстан кейін импульстың әр қашанда бычий флагтың коррекциясы, мына жерде міне коррекция жүрген кішігірім. Осы коррекцияның поддержканың ең соңғы точкасы, төменгі точкасы. Мына жердегі скопление көрдіңіздер ме? Мына жердегі, осы жердегі скопленияге жету керек та. Міне осы жерде скопленияге жетті. Жеткеннен кейін откат жасады да, дальше трендті жалғастырып кетті. Өздеріңіз көріп отырсыздар міне. Медвежий флаг тоже сондай міне. Импульс бар. Импульстың ортасына келген. Мына жерде кішігірім коридорчик құраған. Бұл ешқандай да жаңағындай қостаудың төңкерілген түрі емес. Есте сақтап алыңыздар. Бұл жерде қостаудың төңкерілген түрі болса, міне мойны, басы міне мына жерге келу керек. Сол үшін бұл уже төңкерілген жаңа қостауда менің айтып отқаным. Ал бұл уже жаңағындай медвежий флаг болып есептелінеді.
бір тиген, осы тигеннен уже төмен қарай алып түсеміз ставкамызды. Барлығын айтып өткенде ағайын, тез түсіндіріп қойған сияқтымын. Осыны жақсылап қайта-қайта көріп, қайта-қайта тыңдап, осыны миыңызға жақсылап сақтап алыңыздар. Бұлар өте қанатын кеңге жайған фигуралар. Бұл 80% жаңағы ойларыңыздан шығады. Айтып өткенде ағайын, 80% сіздердің анализіңізге байланысты, 20% ол рынокқа байланысты. Рынок мысалы бүйтіп келеді, падающий клиент болып келеді, төмен қарай құлап кете салуы мүмкін. Ол уже рынокқа біз басқарамаймыз. Сол үшін жақсы анализ болу керек ағайын, естеріңізде болсын. Осы суреттердің бәрін мен Telegram каналыма салып қоям, сол жерден жүктеп алсаңыздар болады. Келесі видеода двухсторонний тренды деп аталады, двухсторонний движение деп аталады. Екі жаққа да трендтер, екі жақта бағыт алып отыратын фигуралар, сол сабақты өтеміз. Сол үшін осы каналға тіркеліп, колокольчик басып, маған поддержка береміз ағайын. Мен сіздерден бұны көп үйрететін нәрселерім әлі көп ағайын. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар.